Бұйыртса бүгін кешке бізде кішкене отырыс болады. Шашлык, алғасы шеберек жасайын деп отырмын. Фарш. Сосын кәуап жасаймыз. Кәуап қазақша айтқанда. Мыналар соңынан лаззаттар. Так, шашлығымызды бастаймыз маринадтаудан. Бұл қойдың еті. Мынаны алдымен жақсылап формаға келтіреміз. Сосын маринадқа қажетті заттарды қосамыз. Енді пиязды бар ғой, жартылай. Міне, осылай кесек-кесек қып, осылай тураймыз. Ұсақтамаймыз. Өйткені қазір мынаны сұрыптаған кезде мынашын алынбай қалады. Осылай барлығын тураймыз көп қып. Сосын етімізге лақтырамыз. Сонымен міне ағайындар көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 5 килограмм ет бар, қойдың еті. Соған осыншама көлемде пиязды жартылай шеңбермен осылай тураймыз. Содан әртүрлі приправалардан дәмдендіргіштерді қоспаймыз. Оны қоспай тұрып, бірінші тұз салып аламыз. Мөлшеріне қарай шамамен осы шақ тұзын. Енді осылай араластырып, бұлай, міне. Пиязды араластырамыз да сығамыз бұлай. Міне. Сөл бөліну керек пияздан. Міне. Қараңыздар, міне қазір сөл бөлінеді, міне. Уже сөл болып суланып тұр. Бұлай сығамыз қолмен шамамыз келсе. Міне, пияздың сөлі ақты. Осылай сығып болғаннан кейін етпен жақсылап араластырамыз. Қойдың еті керемет болды. Міне енді біз және тұз салдық, пияз салдық, сосын араластырдық бұлай. Енді осы приправаға қажетті заттарымызды қосамыз. Маринадқа негізі көп артық нәрсе керек емес. Міне кинза саламыз. Кинзамызды саламыз. Ой, сынай. Сосын міне қарабұрыш. Қарабұрыш осы жақсы саламыз. Енді дәміне қарай көресіздер. Сосын кішкене қызылбұрыш саламыз. Қызылбұрыш. Содан кейін міне паприка саламыз. Паприка ол қанша салсаңыз да көптік етпейді. Бұл жақсы тәтті әдемден береді. Міне осыншама көлемде саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз осыны енді. Міне. Етіміз әзірден бастап жұмсарған сияқты. Иісі енді керемет, мынау кинзаның иісі керемет бір хош иіс береді. Енді осылай араластырып болғаннан кейін сарыағаш құямыз. Отыз жағын мөлшері жетеді. Иісі керемет болды. Кинза қосыңыздар. Кинза керемет хош аромат береді. Енді бетін пленкамен жабамызда 4 сағатқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа жібереміз. Біз міне шашлық жасайын деп жатырмыз, шеберек жасайын деп жатырмыз. Мыналарды жеп отырған роллтон көрсетші. Тамақ жоқ сияқты бар. Пич пакет жеп отыр. Бізде бүгін
кәуап болады, яғни шашлық. Содан кейін, шашлықтан кейін біз өзіміздің ерекше рецептімізбен чебуреки жасайтын боламыз. Ол үшін не істейміз? Осындай балғын фарш аламыз. Содан кейін міне пиязды осылай тураймыз, жусай. Сосын әртүрлі мынандай дәмдендіргіштер қосамыз начинкасына. Пиязды осылай ұсақтап тураймыз. Сосын мынау жусай деген көкөністі ұсақ қылып тураймыз. Ұсақ. Жусайды осылай ұсақ қылып тураймыз. Сосын бұлай лақтырамыз. Сонымен біз чебурек арналған салмамызды дайындаймыз. Міне тартылған ет, пияз, жусай. Сосын дәміне қарай тұз қосамыз. Міне. Содан кейін әрине қарабұрыш, қызылбұрыш қосамыз. Сосын әрине паприка. Паприка көпті кетпейді. Мен әрқашан айтам осылай. Енді кішкене тұз қосамыз. Тұз емес, су қосамыз. Ақсылап араластырамыз міне. Жусайдың иісі енді керемет болып тұр. Мынау салмақ кішкене сұйықтау болу керек. Хинкаленкіндей емес енді. Одан сәл қойылу керек. Өйткені чебуреки сорпамен сондай бір керемет болу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай фарш осындай болу керек. Кішкене осылай. Енді 30 минут демалтамыз. Так, чебурекиміздің салмасы дайын. Енді мынау тестасын дайындаймыз. Ол үшін су құямыз, май құямыз, бірінші сұйық май. Сосын 2 жұмыртқа саламыз. Суға тұз сап, араластырып илейміз. Оны осылай жақсылап илейміз. Тестамызды яғни. Сосын кемі 30 минут демалдырамыз. Сол кезде бірыңғай қатты әдем болады. Чебурекимізді осылай түйеміз міне. Шетін шаншқымен басамыз. Осылай оны үйлеп жазамыз да. Осыдан ой-бой балып, тарелкамен осылай дайындаймыз. Сосын қуырамыз. Міне салма дайын. Көрдіңдер сорпасын. Я подарю ей шашлычок болды. Сорпасын көріңіздер мұнан. Жусаймен. Рецепт өзімнен ғой. Жусаймен. Excuse me guys. Нағашым келіп қалған қонаққа. Сол кісінің құрметіне шашлык. Мынау Алтын Нұрдың құрметіне.